Өзін Құдайдың көзімен көру артық та кем демес. Бұл салауатты түрде өзін бағалау дегенді білдіреді. Ал оның мағынасы сіз жайындағы ең дұрыс ақпарат. Ол Құдайдың сіз жайында не айтатыны. Құдай не айтады? Ол сіздің ерекше екендігіңізді айтады. Неліктен мен ерекшемін? Өйткені мен сені жараттым дейді ол. Сен сүйікті болуың үшін. Өйткені мен сені сүйем, міне сондықтан сен ерекшесің. Білесіздер ме, бұл нағыз ақиқат. Сүйіспеншілік жетіспегендіктен қайтыс болып кеткен адамдар жайында куәліктер бар. Көптеген ізденістердің растауы бойынша сүйіспеншілік көрсетпеген жаңадан туылған нәрестелер сол үшін тіпті тәндік деңгейде зардап шегеді. Сіз ерекшесіз, өйткені сіз сүйіктісіз. Сіз мен қалайша сүйіктімін, бұл не деген сүйіспеншілік өзі дерсіз. Сізге Құдайдың сүйіспеншілігінің 4 қырын біліп алған абзал болады. Біріншіден, Құдайдың сүйіспеншілігі құрбан етеді. Күтпеген бұрылыс, солай емес пе? Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз рухани ұлын құрбандыққа берді. Міне тағы да Жоханның 1 хатында 4 тарау 10 аятта. Бұл сүйіспеншіліктің мәнісі мынада. Құдайды сүйген біз емес, қайта ол бізді сүйгендіктен. Естисіз бе? Құрбандығы арқылы күнәміздің құнын өтеу үшін өзінің рухани ұлын жіберді. Оның сүйіспеншілігі құрбандық жасайды. Екіншіден, Құдайдың сүйіспеншілігі бастамшыл екендігін білесіз бе? Құдай біздің оны сүйе бастағанымызды күтіп тұрған жоқ. Жоқ, ол бірінші әрекет етті. Бізді бірінші болып сүйді, ал біздің ісіміз осы сүйіспеншілікке жауап беру. Жоханның 1 хатында айтылғандай, бұл сүйіспеншіліктің мәнісі мынада. Құдайды сүйген біз емес, қайта ол бізді сүйгендіктен. Үшіншіден, Құдайдың сүйіспеншілігі ұлы және ол шексіз өсе береді. Сіз нені меңзеп тұрғанымды сұрарсыз. Барлығы салыстырғанда анықталады. Құдай бізді қаншалықты сүйетінін түсіну үшін Жохан жазған ізгі хабардың 15 тарауының 9 аятын оқиық. Киелі жазбада былай делінген. Әкем мені қалай сүйсе, мен де сендерді солай сүйем. Сүйіспеншілігімді қабылдай беріңдер. Яғни, мен сендерді, әкем мені қалай сүйсе солай сүйем. Бір күні милад мейрамына сыйлықтар дайындап отырып, мен көркем жазу үшін қолыма қауырсынды қалам алдым. Және киелі кітаптың осы аятын жазып отырып, осы сыйлық кімге қатысты болса, соның есімін жазып отырдым. Мысалға, Джефф, Құдай мені қалай сүйсе, мен де сені солай сүйем. Осы сөздер оқушыларға қандай мағына беретінін түсінесіздер ме? Тұра тұршы, сен мені, Құдай әке сені қалай сүйсе солай сүйесің бе? Иә, Иса былай деді. Әкем мені қалай сүйсе, мен де сендерді солай сүйем. Сіз ерекшесіз, өйткені сізді сүйеді. Және 4-ден, Құдайдың сүйіспеншілігі барлығын көреді. Құдайдың сөзінде 138 забурда оған біздің барлық жолдарымыз аян деп жазылған. Аузымыздан әлі сөз шықпай тұрып, Құдай оны әлдеқашан біледі. Ол барлығын біледі, қашан ұйықтап, қашан тұратыныңызды. Сіздің өміріңізде еш нәрсе оны таңғалдырмайды. Сіз сүйіктісіз, және осы сізді ерекше етеді.